Балалар сабаққа дайынбыз ба? Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шегіртке мен құмырсқа. Сабағымыздың мақсаты өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата әңгіменің жанының ерекшеліктерін анықтау. Кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез құлқын өзгерту себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп бағалау. Кім тапқыр ойын ойнаймыз. Балалар осы жұмбақтарын шешуінен бүгінгі сабақтың тақырыбы шығады. Ал ендеше балалар жұмбақты шешіп көрейікші. Ендеше балалар жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Ақ басты, арқар мүйізді, бөрі кеуделі бүкен санды, қос қанатты құмырсқа ізді, бота тірсекті. Бұл не балалар? Қане кім жауабын айтады? Қанеки? Ал Жасмин айта ғой. Шегіртке. Балалар дұрыс айтты ма? Жарайсыңдар балалар. Шешуін көрейікші балалар. Жарайсыңдар балалар. Жасмин жарайсың, шегіртке екен, е? Ал ендеше балалар, жұмбақтың шешуін тауып. Ой, тоқта. Ендеше тағы бір. Ал ендеше балалар бізге тағы да жұмбақ жасырып беріп тұрейді балалар. Ал ендеше соның жауабын тауып көрейік балалар. Ине, бел, қылқа, мойын, қара батыр, қара тауды арқалап бара жатыр. Бұл не балалар? Кім айтады балалар? Кәні айта қойшы. Құмырсқа. Ендеше жауабын көрейікші балалар. Дұрыс. Жауабын салыстырып көрейікші. Нұраділ дұрыс тауыпты. Құмырсқа. Жарайсың Нұраділ. Тақырыпты болжау. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Жылдың қай мезгілі бейнеленген? Қыс. Құмырсқаның киімі қандай? Шегірткенің ше? Шегірткенің көңіл күйі қандай деп ойлайсыңдар? Ендеше балалар суретке қарай қойыңдар. Айтып болған. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап берейік. Қане кім жауап береді? Қай мезгіл бейнеленген? Әбіл-Мансұр айта ғой. Қыс. Жарайсың Әбіл-Мансұр. Олай болса балалар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Мысалды тыңдау, біздің дескрипторымыз мысалды тыңдайды, кейіпкерлерін атайды, кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға береміз. Мысалды Маулида оқи қойшы. Шырылдауық шегіртке ұшы жүріп айсалған, көгалды болып бұлайда қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болғансын кетті ки. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Соқшыл сорлы бүкшиді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады, саламда жатып дән жеп. Мысал дегеніміз не бар? Адамның жағымсыз қасиеттерін, мінез құлқын, жан-жануарлардың іс-әрекетімен суреттеп жазған шығарманың бір түрін мысал деп айтамыз. Ал балалар, ой қозғау әдісімен жұптық жұмыс жасаймыз балалар. Құмырсқа мен шегіртке туралы не білесіңдер? Соны қағазға жазып шығамыз балалар. Ой қозғау әдісімен жұптық жұмыс жасаймыз. Құмырсқа мен шегіртке туралы не білесіңдер балалар? Соны жазып жұптық жұмыс жасаймыз.
жасайсың Маунида? Отыра ғой. Шегірткенің түсі жасыл. Ол шаруашыл. Ал балалар, топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топтың тапсырмалары Абай Құнанбай туралы. Артын көрсетпейміз, Құмырсқа қоңыр жалқау. Тауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып күләй тап қызықпен жүріп жасаған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ, бірінде жапырақ кетті, жаз кетті, жаз болған соң кетті кей, жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа толған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмайды, қар көрінді, қыс болды. Қар көрінді, қыс болды, суықшыл сорлы бүкшиді, тұмақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады, саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады, секілдеп келіп жығылды, аяғына басып. Қарағым жылы тамақ жер, жас шыққанша асырап. Бұның жаны сөз емес, жас өтерін білмекпен, жас үстіне шабы ала жазда қымақпен. Мен өзімде шалы жолы дұсақ еді үйдіме. Абай Құнанбай ақын жағынша. Балалар топтық жұмысты аяқтады. Ендеше балалар топтық жұмысты бағалайықшы ғана. Бірінші топты бағалайықшы балалар. Ал балалар, сабағымыз аяқталды осымен. Үйге тапсырма балалар. Мысалдарды рөлге бөліп оқу, шегіртке мен құмырсқаның іс-әрекеті туралы жазып келеміз балалар. ойбай